Қайырлы күн баршаларыңызға, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығатын зефирлерді дайындайтын боламыз. Ең алдымен зефир дайындау үшін пюре керек болады. Мен бүгін алма пюресін жасаймын. Сіз өзіңізге ұнайтын кез келген құлпынай, таңқурай, шие, басқа да пюрелермен жасасаңыздар болады. Магазиннен дайын пюрені алып жасасаңыздар да болады. Алманы екі ортасынан бөліп, керек емес екі шеттерін алып тастаймыз. Ортасындағы дәндерін де алып тастаймыз. Пюрені алманың кез келген сортымен жасай берсеңіздер болады. Өзіңізге ұнаған алмамен жасаңыздар. Алманы осылай теріс қаратып ыдысымызға салып шығамыз. Осыны 200 градуста 20-25 минутқа салып аламыз. Осында жібіп, әдемі жұмсарып шығу керек. Мен қазір ыстықтай алдым. Мен ыстық кезінде осыдан пюре жасап алуымыз керек. Мен қазір шанышқыны қолданамын. Егер сізде блендер болса, блендер көмегімен оңай болады. Жұмсақ жерін, ортасын, яғни жұмсақ мякотын аламыз. Сыртындағы қабығын алып тастайтын боламыз. Блендер қолдансаңыз, сыртындағы қабығымен бірге майдалап жіберуге болады. Осылайша вилканың көмегімен езіп аламыз. Пюре жасаймыз. Ыстық кезінде істегендеріңіз дұрыс, суыса пюре болу қиын болады. Осындай пюре жасап алдық. Пюре болғанмен де бұрқ, ал қазір бір тегіс емес, іртік араларында түйірлер де бар. Сол үшін ішінде ешқандай түйірі қалмау үшін ситадан өткізіп аламыз. Сонда бір тегіс әдемі пюре болып шығады бізде. Керек емес іртіктерін алып тастаймыз. Мінекей осындай қою әдемі пюре шықты. Түбі қалың ыдысымызға қантымызды саламыз. Үстінен кішкене суымызды құямыз және үстіне агар-агар деген бізде осы зефирді дайындауға арналған желатин тәріздес, яғни қоюландыратын затты саламыз үстіне. Бәрін бір келкіге араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Зефир дайын болғанда өз формасын тез ұстап қалады. Сол үшін алдын ала бәрін дайындап қоямыз. Мен осыны жұлдызша насадка қолданамын. Осыны кондитерлі пакетке кигізіп және зефирді қоятын пергамент қағаз төселген формамызды дайындап қоямыз. Алмалы пюреміздің үстіне кішкене лимон кислотасын сеуіп, миксермен араластырып аламыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін үстіне жұмыртқаның бір ағылысын салып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Осы уақытта көлем бойынша үлкейіп, массамыз кішкене ағарады. Отқа қантты массамызды қоямыз, араластырып, қанты ерілгенше ұстайтын боламыз. Сиропымызды алмалы массамызға біртіндеп кішкенелеп қоятын боламыз. Араластырып отырып құюымыз керек. Бәрін біртіндеп құйып болғаннан кейін алмалы пюреміз бізде көлем бойынша үлкейеді, ағарады. Үсті миксерді көмегімен ең жоғары жылдамдығына қойып, тоқтатпай араластыра береміз. Біздің пюреміз қатты өз формасын ұстайтындай болып шығу керек. Мінекей біздің зефирлі массамыз дайын болды. Мінекей осында қатты өз формасын ұстайтын, ортасына қасық салып қойсатын, қасық қимылдамай осылай тұру керек. Айнала шеттерін бәрін жинап алып, біздің кондитерский мешогымызға салатын боламыз. Осылайша зефирлеріміз дөңгелек қып орналастырып шығамыз. Қалағандарыңызша орналастырсаңыздар болады. Неше түрлі формада, көлемі үлкен және кішкентай орналастырсаңыздар болады. Осы зефирлерді кебуге 10-12 сағатқа құрғақ жерге қойып қоямыз. Мінекей біздің зефирлеріміз кеуіп шықты, өте жұмсақ болып шыққан, өз формасын ұстайды. Біреуін жеп көрдік, дәмі деген керемет, алманың дәмі сезіледі. Бетіне осында қант тұздағын сеуіп, бір-біріне осында келіктіріп қойсаңыздар да болады. Міне осындай зефирлеріміз шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.